Маңғыстау облысы патрульдік полиция қызметкерлері қаладағы автожолдарда, облыстық және республикалық маңызы бар тас жолдарда жол көлік оқиғаларының санын азайту, олардың алдын алу және болдырмау мақсатында үнемі профилактикалық жұмыстар жүргізіп тұрады. Патрульдік полиция кішіліктен жоқшылық осы алдында көрсеткіш ақшамдарын қоспаған үшін тоқтаттық. Брошюрка, яғни жол көлік оқиғасының болған салдарынан не істеу керек екеніңізді түсінікті ғой. Профилактикалық жұмыстардың барысында тәртіп сақшылары жүргізушілердің жол қозғалысы ережелерін ұстануын қадағалап, ережелерді сақтамаудың салдары бойынша ескерту жұмыстарын жүргізеді. Жол көлік оқиғасын алдын алу мақсатында іс-шара жүргізіп жатыр. Көліктің дөңгелектерін уақытында Сондай-ақ полиция қызметкерлері жүргізушілерді жаяу жүргіншілер өткелдеріне назар аударуға, мейлінше сақ болуға және жаяу жүргіншілерге жол беруге шақырады. Өз кезегінде жаяу жүргіншілерден де жол ережелерін сақтауды қатаң түрде талап етеді. Жол көлік оқиғасының жиі әкеліп соғатын бұзақылықтар, жылдамдықты арттыру, жаяу жүргіншілердің ережелерді орындамауы, масаң күйде көлік құралын басқару және де жол талап ережелерін орындамауы. Азамат, қазіргі таңда сіз бағдаршамның тыйым салынған тұсында жүріп келеді, сол себепті тоқтатылдыңыз. Болашақта ондай бұзақылықты қайталанбауын сұраймыз. Сонымен қатар маңғыстаулық полицейлер қысқы мезгілде ауа райының күрт өзгеруі салдарынан жүргізушілерге ескертеді. Жол ережелерін сақтауды сұралады. Қала сыртындағы тас жолдарға аса қажеттілік туындамаған жағдайда шықпауға шақырамыз. Себебі ауа райының күрт өзгеруіне байланысты авариялық ахуалдар туындау мүмкіндіктері бар.